Бүгін мен мына электропиламның алғанына 2 жыл болған. Сепке май келмей қалғанына байланысты YouTube'дан қарап бұздым. Бұзамаймын деп едім, әйтеуір бұзып ашты міне. Қазір осының енді директісін көреміз, қай жерден екен. Мұның ішінде мынандай жіңішке пластмасса түкселер болады екен. Бачокты ашып тазарттым. Мынаны тазарттым. Қазір мынаны тазартам. Содан кейін салып жинап көреміз. Енді бұған негізі таза май құйылады ғой. Бірақ қанша дегенмен опилка ішінде қаншама мусорлар жатыр. Кетіп қалады екен. Сол мусорлар кіріп кетеді екен. Осы жіңішке түкселердің ішінен тұрып қапты. Жаңа біреуін міне өріп. Міне. Мынаны тазарттым. Енді басқасын тазартам. Түтікшелерін жинап тазартып болдым. Қазір орнына салып жинап көрем. Крышкасын жауып қойдым. Жинап болдым. Қазір қосып көрем. Май тағы да шықпады. Міне май келді. Жағы май аз болып кетті. Міне көріңіздер ме? Осыны мастерге апарсаң бір 20-30 мыңды қағып алады. Мен өз күшіме міне жинап алдым. Осыған сіздерге лайфхак деп жіберіп отырғаным.